Қайырлы күн, бүгін сіздермен осылай оңай жасалатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Тауық етін қара суға тұз салып, жақсылап асып алып, суытамыз. 100 граммдай етті майдалап тураймыз. Үстіне бір қиярды ұзыншалап турап қосамыз. Осы видеода айтылған заттардан 2 тарелка салат шығатын болады. Қалауларыңызға қарай заттарды көбейтіп, көбірек салат дайындап алсаңыздар болады. Асылған жұмыртқаны видеодағыдай етіп турап, салатымыздың үстіне қосамыз. Консервіленген жүгерінің 3-тен 1 бөлігін осылай қосып, бір қызанақты салым кетіп тураймыз. Дәміне қарай майонез, тұз, қара бұрыш қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Бізде өте дәмді салат шығады. Салатымызды әсемдеу үшін орташа картопты алып, теркадан өткізіп, майға қуырып алсаңыздар болады. Мендікінің осындай пайым пайдаландым. Салаттың бетіне себетін боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.